ұрыстық, қырылыстық, ойбай қоямыз дедік. Біреудің өзін жаман, біреудің сөзін жаман қылдық. Сбор жасамағанымызға шамамен бір жарым, екінші ай болады. Аллаға шүкір, дәл бұрынғыдай айым оңынан туып, күнім солынан туып, таң атып, күнім батып жатыр. Себебі мен халықтың 100 теңге, 200 теңгелеп жинаған садақасына күнім қараған адам емеспін. Жақсы, мен қоям. Қазақтың саны 20 миллионға жеттік деп жатырмыз. Қазір мына лашықта, міне, пойыз өтіп жатыр тура. 2 адам тұрады. 2 жанның да мүмкіндігі шектеулі. Сол 20 миллионның ішінде мына 2 кісі бар ма, жоқ па? Жақсы, мен қоям. Анау сөйлеп отқан, қой деп отқандар, тырнақ астынан кіріс деп отқандар, не істей аласыңдар? Айтыңдаршы, мен адресін бәрін мына жерге алып келейін. Келіңдерші конкретно қолдарына іс келетіндерін. Қазір міне пойыз өтті, мына жерді қараңыздар. Мына жер дача. Міне жолдың бәрі мынандай. Мынаны қараңыздар. Дінмұхамед Қонаев атамыз туралы жазған екен. Ел бақытын өз бақытым дегендер дейді. Мынау не? Бұл үйде кішкентай бала тұра ма? Мусордан жинап әкелген ба? Мынау қойдың терісі ғой кәдімгі. Әбден мынау қоқыстан жинаған. Міне пойыз жол. Әне дәретхана. Бір пойыз білмеймін, бір қатты жүрген кезде мынау құлайтын шығар. Мынаны баспана қылып үй қылып тұрып жатыр міне.